Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын балық қуыру әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен барлық балықтарымызды осылай жақсылап жуып алатын боламын. Менде осылай арнайы кесіліп дайын болып келген. Осыны енді бірнеше бөліктерге бөліп, кішкене пышақтың ұшымен осылай кесіп шығатын боламын. Барлық жеріне толықтай тұзымыз сіңу үшін барлығын осылай тұзын жағып 5-6 минутқа осылай қойып қоятын боламын. Тұзы сіңгенше және ұнымызға біраз қасық паприкамызды салып, барлығын жақсылап араластырып, енді осылай балықтарымыздың барлығын ұнға аунатып алатын боламыз. Барлығын дәл осылай дайындап алам алдын ала. Және қызып тұрған майымызға қуыратын боламыз. Екі беті қызарғанша осылай қуырып алатын боламыз. Барлығын қуырып болғаннан соң қағаз майлығымыздың үстінен барлығын осылай орналастырып шығатын боламыз. Достар, видео ұнаса, менің парақшама тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіз де дәл осылай дайындап көріңіз. Ас болсын.